Баршаңызға сәлем достар. Каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Жалпы түс шорушылар былай деген: егер түсіңізде президентті көрсеңіз, ол жақсылыққа жорылады деген. Нақтырақ айтсақ, өміріңіздің жақсы жаққа қарай өзгеруінің, жұмысыңызда мол табысқа жететіндігіңіздің белгісі. Егер түсіңізде патшаны өлтіріп жатсаңыз, сіздің үлкен лауазымға ие болатындығыңыздың белгісі, немесе қол жеткізе алмай жүрген нәрсеңізді алатындығыңызға ишара. Егер түсіңізде патшаның күліп тұрғанын көрсеңіз, адамдар арасында абыройыңыз көтеріліп, танымал болатындығыңызға ишара. Түсіңізде патшаны көрсеңіз, алға қойған мақсаттарыңызға жететіндігіңізге ишара. Түсіңізде патшаны көрсеңіз, жауларыңызды жеңетіндігіңізге де ишара болуы мүмкін. Түсіңізде патшамен тамақ жеп отырсаңыз, жақсылыққа жорылады, мол табысқа жететіндігіңізді, жақсы жігітпен тұрмыс құратындығыңызды білдіреді. Түсіңізде патшаның ашуланып тұрғанын көрсеңіз, діннен безіп, жаман күнә істер жасап жүргендігіңіздің белгісі. Түсіңізде патшаның қуанып тұрғанын көрсеңіз, бір жақсы хабар келетіндігінің белгісі. Түсіңізде патшаны көріп алайда танымай тұрсаңыз, сіздің ешкім білмейтін бір құпияңыз бар екендігіне ишара. Егер түсіңізде патшаны көрсеңіз, рызық несібеңіздің артатындығына ишара. Имам Наблусидің түс шоруы бойынша, егер түсіңізде патшаны көрсеңіз, сіздің Аллаға жақын адам екендігіңізге ишара деген. Түсіңізде сіз патша болып кетсеңіз, жақсы бір жұмысқа орналасатындығыңызға ишара. Түсіңізде патшамен ұрысып тұрсаңыз, басыңызда көп қиындықтар бар екендігіне ишара. Түсіңізде патшаның өлгенін көрсеңіз, көп жақсылыққа ие болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде патшадан бір сыйлық алып жатсаңыз, өміріңізде де үлкен сыйлыққа ие болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде патшаның қарапайым киіммен жүргендігін көрсеңіз, сіздің мол табысқа жететіндігіңізге ишара. Егер түсіңізде патшамен сөйлесіп, оның күліп тұрғанын көрсеңіз, сіздің жақсы жұмыс жасайтындығыңызға ишара. Ибн Сирин былай деген: егер түсіңізде патша сіздің қолыңызды алып сізге күлімдесе, сіздің көп жақсылыққа ие болатындығыңыздың белгісі. Сондай-ақ, сіздің үлкен адамдардың алдында да танымал болатындығыңызға ишара деген. Ал егер түсіңізде патша сізге ұрысып, сіздің қолыңызды алмаған болса, сіздің басыңызда көптеген қиындықтар бар екендігіне және сол проблемаларды шешу үшін көмектесетін адамдардың жоқтығына ишара. Егер сіз саудамен айналысып жүрсеңіз, түсіңізде қолыңызды патша ұстаса, сізге мол табыс алып келетін келісім шарт жасайтындығыңыздың белгісі. Ал егер күнә жасамаған болсаңыз, үлкен лауазымға ие болатындығыңызға ишара. Түсіңізде патшаның қолын ұстап сөйлесіп тұрсаңыз, арманыңыздың орындалатындығына ишара. Егер түсіңізде патшамен сөйлесіп тұрсаңыз, сіздің беделді адамдармен қарым-қатынасыңыздың жақсы екендігіне ишара. Түсіңізде патшамен сөйлесіп жүрсеңіз, сіздің жұмысыңыздың оңалатындығына немесе жеңіске жететіндігіңізге ишара. Кейбір түс шорушы ғалымдардың айтуынша, егер түсіңізде патша болғаныңызды көрсеңіз, сізге бір қайғы келетіндігін білдіреді деген. Ал егер әйел кісі өзінің патша болғанын көрсе, ол әйелдің бір сыры ашылатындығына ишара деген. Түсіңізде патша болғаныңызды көрсеңіз, сіздің беделіңіздің артатындығының белгісі де болуы мүмкін. Жас бала өзінің патша болғанын көрсе, онда ол баланың таршылықта өмір сүріп жатқандығына ишара деген. Бойдақ қыз түсінде патшаның қасында тұрса, қорқыныш пен мазасыздықты сезінсе, болашағын көп ойлайтындығының және болашағы үшін қатты алаңдайтындығының белгісі. Бірақ осы түсі арқылы ол табысты болатындығына және алға қойған мақсаттарына оңай жететіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаның қолын ұстап қатты қуанып тұрса, армандарының орындалатындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде патшаны көрсе, өмірінде болып жатқан сайыста
жеңіске жететіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаның оған гүл немесе сыйлық сыйлап жатқанын көрсе, жақсы жігітке тұрмысқа шығатындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде патшаны көрсе, ол қызды жақын адамдары әр кезде қолдау білдіріп, оны қорғайтындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде патшаның үйінде жүргендігін көрсе, өмірінің жақсы жаққа қарай өзгеретіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде патшаға бас иіп жатқанын көрсе, бір қиыншылыққа тап болатындығына ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаны көрсе, жұмысында табысты болатындығына және мол рызыққа ие болатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаның үйінде отырып таң қалып отырса, жақында оны таң қалдыратын хабардың келетіндігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаның қолын ұстап қуанып тұрғанын көрсе, жақында мақсатына қол жеткізетіндігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаның балаларымен сөйлесіп тұрғанын көрсе, балаларының болашағы жарқын болатындығына ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаны көрсе, ол әйелдің мойнында үлкен міндет бар екендігін білдіруі мүмкін. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаны көрсе, жасап жатқан еңбегі үшін үлкен сыйлық алатындығының белгісі, сол арқылы дәрежесінің көтерілетіндігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде патшаға тұрмысқа шығып жатқанын көрсе, бір жақсылыққа қол жеткізетіндігін білдіреді. Көре алмаушылықтан, зұлымдықтан, қызғаныштан аман болатындығына ишара. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.